Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі тақырып Айвин және Айвин плюс препараттары жайлы болмақ. Айвин препараты ивермектің аналогы болып табылады. Бұл Мысыр елінде өндіріледі, Адвия компаниясында. Айвин препараты құрамында 1% ивермектин бар. Бұл малдардың бит, бүрге, қотыр, уқалақ, кенесі және өкпе және ішек құрттарын алады. Яғни трематодтар нематодтарға жақсы әсер етеді. Экто және эндопаразиттерден құтылуға жақсы көмегін береді. Дегенмен де бұл препараттың минусы бауыр құртқа және ленточный құрттарға, яғни цистоздарға әсер етпейді. Ал осы препараттың жетілдірілген түрі Айвин плюс деп аталады. Бұл препараттың құрамында 1% ивермектин және 10% глосулон деген зат бар. Бұл препарат жаңа Айвин әсер ететін бүкіл құрттарға, яғни эктопаразиттерге және трематодтарға, нематодтарға әсер етеді. Оған қоса жаңа бауыр құртты алады, ленточный құрттарды, цистоздарды бәрін алады. Яғни ағзадағы малдағы 100% тазалауға көмектеседі. Препараттың дозалануы ірі қара малдарға, қойларға, басқа малдардың бәріне 1 граммы 50 кг тірі салмаққа есептеліп салынады. Бұлшықеттен салынады. Айвин препараты дәл солай. Бұл препаратты егу кезінде ең оңай тәсілі мынандай мультиматик немесе шприц дозатор қолданған өте қолайлы болады.